Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тең үдемелі қозғалыс тақырыбына есеп шығаруды жалғастырамыз. Яғни бұл жерде берілген есеп біреуі жаңағы орын ауыстырулардың әр секундқа байланысты өзгерісіне берілген, енді біреуі графикке берілген. Бірінші есеп дененің бастапқы жылдамдығы 5 метр секунд және 5 секундта 4,5 метр жол жүріп өтті. Дененің үдеуін анықтаңыз дейді. Алдымен осыны жазып алайық. Яғни бастапқы жылдамдығы 5 метр секунд дейді. Және 5 секундта, 5 секунд дегенді, яғни Т5, яғни 1 секундтың ішінде деген сол 5 секундта, бұл жерде ол 4,5 метр жол жүріп өтті дейді. Яғни дельта S 5 деп белгілеп қойын, 4,5 метр жол жүріп өтті. Дененің үдеуін анықта дейді. Түсініктірек болу үшін сызбасын салайын. Яғни мынау 0-ші мезетте мынау 4-ші секунд. Енді келесі мынау 5-ші секунд. Енді осы аралықта ол 4,5 метр жол жүрген екен. Енді бұл бастапқы жылдамдығы берілген. Алдымен 4 секундта жүретін жолын есептейік. Яғни S1 деп алайын. S1-іміз, яғни бұл жерде V0 T қосылған T1 сәйкесінше A T1-дің квадраты бөлінген 2. Ал S2-іміз V0 T1 қосылған T2, A T2-ның квадраты бөлінген 2. Енді T1, T2 деп отырғаны ол мынау 4 және 5 секунд. Ескеріп жазып қойым жеге, T1-іміз ол 4 секунд, ал T2-іміз ол 5 секунд. Енді мынаны дельта T5 деп белгілесек, түсінікті болу үшін. Енді 5 секундта жүрген жолы, яғни дельта S5 дегеніміз, ол мынау S2 мен S1-дің айырымы деген сөз. Ал айырымын есептейік. Тең болады. Орнына қойсақ V0 T2 қосамыз AT2-ның квадраты бөлінген 2. Азайтамыз. Келесі S1-імізді жазайық жақшаның ішіне. V0 T1 қосылған AT1-дің квадраты бөлеміз 2-ге. Енді жақшаны ашып жазайық. Сонда V0 T1-іміз, T2-іміз тұрсын, қосамыз AT2 квадрат бөлінген 2, азайтамыз V0 T1, азайтамыз AT1-дің квадраты бөлеміз 2-ге. Енді бұл жерде V0 T2 және V0 T1-лер бар бізде, мәндері, және T2 T1-імізде бар, тек A ғана белгісіз. Бар мәндерді орнына қойып, теңдеуімізді ықшамдайық. Тең болады. Жазатын болсақ, V0-іміз бізде 5 деп берілген, яғни 5 көбейтілген. T2-іміз бізде 5. Қосамыз A бөлінген 2, T2-ның квадраты, бізде ол 5-дің квадраты 25, азайтамыз, V0-іміз 5, көбейтеміз, T1-іміз 4, азайтамыз, A бөлінген 2, ал T1-дің квадраты, 4-дің квадраты ол 16. Бұнымыз тең дельта S5-ке, яғни 4,5-ге. Енді ықшамдайық. Мұнда 25, одан 20 азайтсақ 5 қалады. Енді қосамыз, 25-ті 2-ке бөлсек 12,5 A. Енді азайтамыз, мына жерде 16-ны 2-ке бөлсек 8 A тең 4,5. Енді мына жерде
12,5 а мен 8 аны азайтатын болсақ, 4,5 а тең болады 4,5-тен азайтсақ 5-ті. Бізде минус 0,5. Енді тең болады амыз осы жерден минус 0,5 бөлу 4,5. Яғни жуықтаған кезінде бізде минус 1 метр секунд квадрат шығады екен. Яғни мәні осыған тең екен. Енді келесі біз мынау графикке байланысты берілген есепті талқылайық. Яғни графигі осылай берілген есептің шарты мынандай екен. Жолдың әр бөлігінде қандай үдеумен жүргенін анықтаңыз дейді. Және ол қанша жол жүрді, соны анықтаңыз дейді. Жолдың алғашқы 2 бөлігі үшін қозғалыс заңын жазыңыз депті. Яғни x емес, бұл жерде v графигі берілген, яғни v-ның t-ға байланысты теңдеуін жазуымыз керек екен. Ал енді біз әр бөлігі үшін үдеулердің мәнін анықтайық. Екінші есеп, бірден графикке қарап, мәндеріне қарап анықтай берейік. Бірінші қарап отырсақ, үдемелік қозғалысы тік жоғары бағытталып жатыр. Уақыттың өзгерісі 3-ке тең, жылдамдықтың өзгерісі 6-ға тең. Яғни A1 міз тең дельта V1 бөлінген дельта Т ғой. Т1. Енді сәйкесінше есептейтін болсақ, жаңа айттық, 0-ден 6-ға дейін өзгерді жылдамдық. 6 метр секунд бөлеміз, Т1-іміз 3-ке өзгерді. Демек, тең болады 2 метр секунд квадрат. Бірінші мына бөліктегі. Ал екінші бөлікте көріп тұрсыздар, яғни уақыт өтуіне байланысты жылдамдық өзгерген жоқ, 6 болып қалды. Демек, А2-міз 0-ге тең дейміз. Және келесі үшінші бөлік ол мына бөлік. Жылдамдықтың өзгерісі 6-дан 12-ге дейін. Яғни А3-міз жылдамдығының өзгерісі 6 метр секунд болды да, ал уақытының өзгерісі 6-дан 12-ге дейін 6 секунд. Демек, 1 метр секунд квадрат. Бұл жерде үдемелі қозғалысы. Келесі соңғы бөлік, ол мына 4-ші бөлік. Ол жерде жылдамдығы 12-ден 0-ге дейін өзгеріп тұр. Яғни А4-міз. 12-ден 0-ге дейін болғанда 0 соңғысы, бастапқысы 12. Демек, минус 12 метр секундқа жылдамдығы өзгерді. Оған кеткен уақыт 12 мен 15-ің арасында 3 секунд кетті. Демек, бізде минус 12-ні 3-ке бөлсек, минус 4 метр секунд квадрат, яғни кеммелі қозғалыс жасады. Енді осы барыста жүрген жолдарын анықтау керек. Яғни, S-ті есептесек, S1-іміз біріншісі 0-ден бастап мынандай 2 метр секунд квадратпен қозғалды. Демек, S1-іміз A1 T1 квадрат бөлінген 2. Ал келесі қосамыз, келесі жақта ол бір қалыпты қозғалды. Яғни V2 деген тұрақты жылдамдықпен қозғалды, ол көбейтеміз T2. Қосамыз, арғарай ол үдемелі қозғалды. Яғни мына аралықта ол жылдамдығы 6, яғни V2 болып қала берсін. V2 T3 қосылған. Мына жерде ол A3 деген үдеумен қозғалған, яғни T3 квадрат бөлінген 2. Қосамыз, 4-ші жағдайда бізде ол кеммел қозғалыс жасады. Яғни жылдамдығы басында жалғастырып мында жазайын. Жылдамдығы басында мына жерде V3 болсын. V3-тен ол мынаған қарай кем. Демек, V3 көбейтілген, соңғысы T4 азайтылған A4. Яғни A4-тің минусын алдына қойып кеттім. T4-тің квадраты бөлінген 2.
Яғни, әрқайсы тапқан мәндерімізді орнына қойып, мәнін есептейтін болсақ, бізде 99 метр шығады екен жауабы. Балалар, бүгін тең үдемелі қозғалысқа берілген екі есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қандай да бір түсініксіз жері болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыз. Мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.